Ұлттық ұлан елі мен халқына қорған. Қоғам тыныштығын күзетіп жүрген жауынгерлер ел қорғау саласында табанды қызмет атқарып жүр. Олай дейтініміз, өз еліне берілген бұйрықтар мен тапсырмаларды уақытылы орындайтын ұландық жауынгерлер өз міндеттерін жетік меңгерген. Биыл құқықтық тәртіп әскерлерінің құрылғанына 31 жыл. Осыншама уақыт ішінде ұландық жауынгерлер қазақ армиясының айнымас бір бөлшегіне арналған. Армысыздар, арнада қорғаныс қырандары бағдарламасы. Бүгін біз ұландық жауынгерлердің ерлігіне тоқталатын боламыз. Қазақ армиясының іргетасы 1992 жылы 7 мамырда қаланды. Өте қысқа уақыт ішінде қарыштап дамыған армиямыз бүгінде алдыңғы қатардан көрініп жүр. Жаңа әскери құралдар, техникалар, кадрлар дайындау мәселесі бір жолға қойылған. Ұлттық ұлан әскери құрылымы қоғамдағы ішкі тыныштық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етіп жүрген жауынгерлер мен сарбаздардан құралған. Бүгінде ұрпақтар сабақтастық жалғасып, бұрынғы көзсіз жасаған ерліктер жас сарбаздарға дәріптелуде. 28 жыл осы ұлттық ұланға қызмет жасадым. Қазір зейнеткермін. Құрметті әріптестер, баршаңызды осы бірінші мерей тоймен, ұлттық ұланның мерей тоймен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық тілеймін. Жанұяларың аман болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Әрдайымда да үлкен мерейге жете беріңіз. Басынан бастап жұмыс жасасып 92 жылы құрылды. Содан әлімге дейін, осы қазірге дейін бірге жүріп жатырмыз. 97 жылы пенсияға шықтым. Бірақ содан кейін төраға осы командирлермен, сарбаздармен жұмыс жасап жатырмыз. Кездесіп тұрамыз, көмектесеміз, жас офицерлерге көмектесеміз, келген сарбаздар да көмектесіп. Жаңа жыл оқу басталғанда барып сөйлеп, жас сарбаздарға деген осы біздің 55-46-ның қандай жақсы абыройлы болғанын соларды айтып, таныстырып барып кеттім. Сондай жұмыстармен атқарып жүре береміз. Қауіпті әрі қырағылықты талап ететін қызметті атқарып жүрген ұландық жауынгерлер 5 өңірлік қолбасшылықтан тұрады. Біздің өңірдің тыныштығын Батыс өңірлік қолбасшылығының құрамына кіретін 55-те 46 әскери бөлімі күзетеді. Бекітілген бірқатар тапсырмаларды, міндеттерді қалтқысыз орындап жүр. Ұлттық ұланның 31 жылдығы тойланған отыр. Осы іс-шараны Атырау қаласының филармониясында Жантөрин атындағы ұйымдастырғалы отырмыз. Осы іс-шараға облыс әкімдігінен және қала әкімдігінен қонақтар шақырылып, және басқа да взаимодействующий органдармен бірігіп бүгін тойлаймыз. Біздің ұлттық ұланның міндетіне кіретін ол полиция департаментімен бірігіп, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету қызметі және қылмыстық атқару жүйесінің департаментімен бірігіп, түзеу мекемелерін күзету мен қорғау жөніндегі қызметтерді орындаймыз. Қазіргі осы 2022 күзгі шақырылым науқаны өтті. Әскери бөлім толығымен жас сарбаздармен толықтырылды. Және де қазіргі жастарды тартатыным осы өз елім, мемлекетімді қорғаймын деп егемендігіміздің конституциялық құрылымын сақтауға, атсалысуға шақырамын. Өйткені қазір әскери өмірде барлық жағдайлар жасалған, киім-кешегі, тамақтануы және жауынгерлік дайындығы шаралары ұйымдастырылады. Енді осы қазіргі уақытта 55-46 әскери бөлімде әр осы Батыс Қазақстан облысынан, Ақтөбе, Маңғыстау облысынан, Түркістан облысынан қызмет атқарады сарбаздар. Олар өз міндеттерін, жаңағы түзеу мекемелерін қорғау жөніндегі атқару барысында ешқандай жаңағы жетістіктерге жетіп жатыр, ешқандай тәртіп бұзушылық болдырмаған, және қала полициясының қызметкерлерімен қоғам тәртіпті қамтамасыз ету барысында онда да жетістіктері бар. Ең алғашқы міндеттеріміз ол халыққа көмектесу, жәрдем беру, уақытымен сондай қызметтерді атқарамыз. Ел қалқанына айналған ұлттық ұлан құрылымы еліміздің ішкі тәртібін, тыныштығын сақтауда жасаған игі істер аз емес. Тіпті ерліктің ерен үлгісін көрсетіп жан қиған батырлар да жетерлік. Қайрат Үмбет өз денесімен жауынгерді қалқалап ажалдан құтқарды. Сарбаз дін аман. Ал полковниктің бойынан 60-қа жуық жарықшақтар табылған. Бүгінде ол халық қаһарманы.
халық қаһарманы атағы Үмбетов Қайрат Жарылқасынұлына берілсін. Үш жерден оқ тиіп жараланса да қылмыскердің қашып кетуіне жол бермеген Жандос Баянбаев. Ербол Отарбаев 2010 жылы түзеу мекемесін күзету бойынша қарауыл қызметінде тұрған кезіндегі жанқиярлық ерлігі. Қатаң тәртіптегі колониядан қашпақ болған 21 жазасын өтеушінің жолына жалғыз тосқауыл қоя білген. 2016 жылы Ақтөбе қаласындағы оқиға барша қазақтың есінде екені анық. Елді дүрліктірген дүрбелең бейбіт күннің тыныштығын бұзды. Берік Қалиев, Сарбаз Досбол Сапаров, Даниэл Майлыбаев сынды жауынгерлеріміз ерлікпен қаза болып, соңғы демі қалғанша отан үшін от кешіп, антына деген адалдығын көрсетті. Ерлік жасау кез келгеннің қолынан келер анық. Ал ел үшін жан беру бұл нағыз ердің ісі. Бастысы орден емес, ел қорғайтын қырандардың ортамызда болуы. Қатардағы Сұлтанқұловтың әрекетін қадағалап тұрғанмын. Лақтыру техникасын, гранатаның ұшу ұзақтығын, оның қимыл әрекетін байқап тұрып, граната ұзақтығына емес биіктігіне ұшқаннан кейін біздің алдымызға окоптың үстіне брустерге түсіп, окопқа домалап түскен. Бұл нәрсе болады деп, болмайды деп, оны ешкім білмейді. Мысалы, кетіп баратқан жерінде біреумен кездесіп қалып, соқтығысып қалып та, автокөлікпен жүріп кезінде біреуге тиіп кетіп, сондай жағдай бол. Бұны күтпейсің сен. Мақсатымыз солдатты, қатардағы сарбазды, еліміздің азаматын, біреудің баласын, өмірін, денсаулығын сақтап қалу үшін сондай әрекет жасап, сондай шешім қабылдап, сондай әрекетке бардық. Сол 7 апрель күні Абай қаласында бірінші операцияны өткізді. Ол кезде операция, кіші операция өткеннен кейін жағдайым жақсы болып, 4 күннен кейін екінші операцияға өткізіп, 2,5 айда емделіп, өз қызметіне кірісіп кеттім. Еліміздің биік наградасына ие болғаннан кейін жауапкершілікті сеземін. Өсіп келе жатқан жас офицерлерге, ұрпақтарға үлгілі болуына әрекет жасаймын. Еліміздің тәуелсіздігін қорғап, әскери адам болғаннан кейін қызметін адал орындауға тілектеспін. Қызметтік табыс, қызметті адал орындап, еліміздің тыныштығын сақтап, тек қана биік шыңдардан көрінесің. Жарақат алғаннан кейін завалить деп айқайлай бастады сол жерде. Өлтіріңдер дегенде қылып. Мен сол жағыма қарай бұрылып жатқан кезімде сотталған азаматтың маған қараса оқ атқанын естім. Сол жерде сол қолым сынды. Сол қолымда қару периметрге түстім. 5-ші күзет орнына қарай қараған кезде бір қараңғы көрінді. Адамдар маған қарай жүріп келе жатқандығын. Сол сәттен бастап менде қорқыныш сезім оянды. Мен жаңағы киноларда көріп өскенбіз, Рембо, жаңағы Арнольд Шварценеггер бір қолмен атып көреді ғой. Сол секілді мен де атып көрдім, бірақ қаруым істен шыққан, либо болмаса оғада болған. Одан кейін ат қарай шегіндім. Ат қарай шегінгенде өзімнің аймағымнан, жаңағы 7-ші күзет орнының аймағына қарай өту керек болатын. Ол өтсем, ол жерде мені олар қорғай алады, қару қолдана алады былайша айтқанда. Мен оған жеткен жоқпын. Бір 10 метр жүрген кезде құладым, аузымнан қан кетті. Екінші рет 10 метр жүрген кезде сол жерде есім жоғалттым. Біздің ұлттық ұланның атқаратын күнде бұндай қызмет атқарамыз біз. Біз үйімізге ораламыз ба, бауырларымызға, әке-шешеміздің ыстық құшағына айналайын деген сөзін естеміз ба, ол белгісіз бізге. Ел үмітін ер ақтар. Бүгінде ұлттық ұлан қатарына сарбаз болып келіп, батыр болған жауынгерлер елге қызмет етуде. Сайып келгенде отан қорғау барша азаматтың міндеті. Ал отан қорғау саласында бет бұрып, қызмет атқару, алдыңғы шепте тұра білу бұл ерлікпен пара-пар іс. Мен өзім 55-46 әскери бөлімінің ұлттық ұланның жауынгерлік қамтамасыз взводының әскери жасақ бастығының бөлімше командирмін. Осы 55-46-да келісімшарт бойынша қызмет жасаймын. Және осы 55-46 әскери бөлімді бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын.
барлық ұлттық ұландықтарға елімізде тек тыныштық, отбасыларына амандық, табыс тілеймін. Осы ұлттық ұлан 2546 әскери бөлімінде қызмет жасап жатқаныма мақтанамын. Және де осылай ұлттық ұланның барлық қызметі туралы айтып кетсем, ұлттық ұланның қызметінде мен өзім қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Және де сотталғандар бойынша, айдауылдар бойынша жұмыс істейді, сотталғандарды күзету мекемесі жұмыс істейді, ұлттық ұланның тапсырмалары деген. Осы қызметім үшін мен мақтан тұтамын. Және де осы 2546 әскери бөлімін тағы да бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын. Бүгінде әскер қатарында ерлермен тізе қосып берілген бұйрықтарды, жүктелген міндеттерді уақытылы орындап жүрген нәзік жандар жетерлік. Әскери қызметтің қиындығын жеңіп, бұйрықты бұлжытпай орындау нәзік жандар үшін қиын іс екені рас. Әйтсе де, қайсар мінездің арқасында ерлер қауымы ерлерден кем қызмет атқарып жүрген жоқ. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланның құрылуына 31 жыл толуына орай кәсіби мерекемізге әскери қызметшілерге, әріптестеріме және ардагерлерге және туыстарына, сарбаздарымыздың туыстарына толағай табыстар тілеймін. Осы Қазақстан Республикасының отанымыздың гүлденуіне, болашағына үлкен үлес қосатынына ұлттық ұланның үлкен сенім артамын. 2546 әскери бөлімінде ерлермен қатар көптеген әйел азаматтарды қызмет атқарады. Ерлерге қарамастан бір сапта тізе қосып, әйел азаматтары да өзінің әскери міндеттерін атқарып орындап жүр. Өзімізге әскери қызметте қызмет атқарғанымыз ұнайды. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы қоғамдық тәртіпті сақтау, бас бостандығынан айырылғандарды айдауылдау, тасымалдау және күзету сынды бірқатар тапсырмалар жүктелген. Бүгінде ішкі істер органдарымен бірлесіп, ұландық жауынгерлер қырағы қызмет етуде. Бас бостандығынан айырылып, темір торға қамалғандарды күзету бұл аса қауіпті әрі жауапты қызмет. Ұлттық Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің ұлттық ұлан қызметшілерінің мерекесі 31 жылдығы. Сол мерекемен бүкіл осы ұлттық ұланның ардагерлерін, жеке құрамын және де басшылығын бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Өз атынан және де департамент атынан біздер ұлттық ұланмен бірге етене бірге қызмет атқарамыз. Олармен бірге жаңағы қылмыстық атқару жүйесі мекемелерін күзетуде бірге бірлескен қызмет атқарады олар бізбен бірге. Сол еңбектеріне оларға үлкен табыс тілеймін. Әрқашанда дендері сау, отбасылары аман болып, тек қана осы отанымыздың гүлденуіне қосатын үлестер әрқашаннан мол болуына тілектеспін. Шегенделген шекараны, ішкі тәртіп сақтап жүрген жауынгерлердің еңбегі орасан. Оларды құрметтеу біздің міндет. Бейбіт күнде қару алу, сапқа тұру, отан алдындағы борышты өтеу бұл құптарлық іс. 2546 әскери бөлімнің жауынгері қатардағы Сайлауов Арсен Мержанұлы. Мен осы уақытты пайдалана отырып, әке-шешеме, достарыма, бауырларыма алғыс жолдаймын. Және қызметімді жақсы және қырағы өткізіп жатырмын. Және қасымдағы жолдас бауырларымды осы мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Туған жерді, отанды сүю ақылдың ісі емес, жүректің ісі. Осынау кең байтақ қазақ даласын көздің қарашығындай қорғау, оны шексіз сүю әр қазақтың міндеті және азаматтық борышы.